Етке котлет бетке демекші қыздар, бір ғана кабачкиден және де сіздер бешбармақтан кейін қалып қойған еттерді не істеріңізді білмей жатырсаңыздар, дәл осындай бір кабачкимен ғана котлет жасап тастауға болады. Оны білесіздер ме? Ендеше менімен бірге болыңыздар. Менің видеомды толықтай қарап шықсаңыз, барлығы сізде керемет шығатын болады. Ол үшін бір кабачкиді ет тартқыштан өткізіп аламыз, жуамызды өткіземіз бірге, кабачкимен бірге. Кабачкидің суы шыққасын, суын алып тастаймыз. Кабачкидің суын сығып алып тастайтын боламыз. Қараңыздар, иісі енді бұрқырап тұр, керемет болып шығатын болады. Сіздерде де көріңіздер, сіздерде жасап. Мынау дайын болды. Міне кабачки мен пиязым. Және де мына фарш тұрған, ол менде бешбармақтан қалған етім. Әрине, барлығында тамақ қылып жасауға болады. Және де бір жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқа қосып, тұзымызды қосамыз. Көптеген өздеріңіздің қалауыңызбен спецтар қосасыздар. Тек қана бұрыш пен тұзда қосуға болады. Мен енді үйде бар, тек айдатып қоса бердім. Ол үшін маған ермеңіздер, қараңыздар, бірақ менікі мощный болып шықты. Мощный, бомба болып шықты ғой. Паприка салдым, және ұнтақталған укроп салдым, кинза салдым, бұрыш салдым, және де тұз. Жақсылап араластырамыз. Өте жақсылап араластырамыз, және біркелкі болу керек араласқанда. Өте керемет болып шығады. Қыздар, иісі енді бұрқырап тұр. Кабачкиді айтсаңыздар, қандай пайдасын көресіздер кабачкидің. Кабачкиді көбісі жей бермейді ғой, сол себептен осылай пайдасын көруге болады. Қараңыздар, ұн салдым. 100 грамдай, 200 грамдай ұн салып, жақсылап араластырдым. Содан кейін формасын шығара отыра ұнға бұлғаймыз. Қараңыздар, өте керемет қылып. Әрқайсыңыз әртүрлі форма жасауға болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Яғни қызып тұрған майға, майды да көп құймаңыздар, жирный болып кетеді. Өзіңіз білесіз, бірақ мен көп құйған жоқпын, соның өзінде өте керемет болып пісіп шықты. Қараңыздаршы. Дайын болды, қыздар. Енді дәмі деген керемет. Жасап көріңіздер. Рахмет.